Кеш жарық баршаларыңызға бүгін рапид ойнаймыз. Практикалық сабағымызды жалғастырамыз. Қазір мен рапид ойнаймын, барынша коммент жасауға тырысам. Ойыммен бөлсем, ұнап жатса лайк басып коммент жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік, рапид ойнаймыз. Барынша активно ойнауға тырысамыз. Бізге центр ойнап жатыр екен. Давайте ебес ойнайық. Центрге центрді алайық. Так, бұл жерде атты шығарамыз. Қандай мақсаты бар, қарсыласты көреміз. Бізде фянкеті жасаймыз слонда. Так, атты мына жерге шығарамыз, кедергі болмайтындай, сондықтан рокировка жасаймыз. B4 ойнай мүмкін. Так, давайте A5 ойнайық. B4 ойнауға мүмкіндік бермейік. Так, D6 ойнайық. Так, бізде қандай мақсат бар? Ол келе жатырынан бұзамын дейді. Так, келет. Так, бізде қандай мақсат бар? Ну, давайте B6 ойнайық. B4 ойнаса ойнасын. Так, аламыз. Слонды шығарамыз. Бізде ұзын диагоналға фянкеті жасауға тырысамыз. Так, бізде енді қандай мүмкіндік бар? Так, давайте ферзь C8 ойнайық. Мына атты босатайық. Қазір шабуыл жасап жатқан кезде мына слонды мен барынша осыны айырбастауға тырысам. Ол үшін осылай фянкеті жасауға тырысам, бірақ қарсылас ондайыңнан қорықпаймын дейді. Так, онда егер қорықпаса, мен атын аяққа баратын болсам, ат кейін шыға алмай қалуы мүмкін. E4 ойнаса, например, мысалға, мен атым қайда барады. Сондықтан давайте атты артқа қарай жүрейік. Бірақ алса бізге нұр үстіне нұр, өйткені атты мына жақтан алып барамыз, себебі олар дұрыс ойнамай атқан сияқты. Интересно. Так, атпен былай ойнасам, ол мынаны алады, вилка болады, өте қауіпті. Так, мен атымды негізі мына жерге апарғымақ кеп тұр, бірақ ол маған мүмкіндік бермей жатыр. Мен не істейміз? Қазір E4 ойнайды еще, сондықтан алу керек деп ойлаймын. Атымыз сәл нашар болып қалды, бірақ нашар болғанмен де бұл жерде бізде де ойын бар. Так, енді ойластырайық. Бізге не істеу керек? Слон ыңғайсыз болып қалды мына жерде. Слон ыңғайсыз болып қалды, бірақ олар қазір линиясы арқылы мынаған шабуылды ұйымдастыру мүмкін. Так, бізге F5 ойнауға болады, атты сосын былай шығарамыз. Так, арғарай не істейміз, оны мен түсініп. Давайте ферзді бірінші қойып алайық D7-ге. Так, E4 ол ойнады, түсінікті. Енді мен атты мына жерге алып келгім кеп тұр, бірақ оны қалай жасаймыз? Ол үшін артқа. Или ладьяны мына жерге, давайте ладьяны қойып алайық. Шабуыл жасайық. Слонмен келді, слонмен артқа қашамыз. Енді біздің мақсатымыз мына жерге келу. Так, солай жасайық. Қорықпаймыз мына открытый шабуылдан. Так, ферзь келді, бізге конь c5. Так, енді атымызды жақсы жерге ауыстырып алдық. Ендігі бізге мәселе мына слонды қайтып орын алып келеміз де, енді ладьян алып келуге тырысамыз мына жақта. Басқа не істейміз? Так, ладьян алып келейік. А бойынша барлығы жақсы жүріп жатыр. Енді бізде атымыз жақсы жерде орналасқан. Атымызды, давайте ладьян жерде ойнамай тұр, сол себептен ладьяны A3-ке қойып қояйық. Себебі атты алған кезде мынаны жейтіндей болып тұрсын, жаңан разымен бізге қоя алмайды. Тамаша ойын болып жатыр. Жылдам шешім қабылдау керек. Так, бізге енді H6 F5 техникасын қолданамыз мына жақтан. Бір жағынан форточка жасаймыз, бір жағынан бұзуға тырысамыз центрге, бірақ оны қазір емес қарастырамыз. Бізге қандай басқа идея бар бұл жерде? Қарсылатымыз өте жақсы ойнауда. Мына жерден так бір айырбаста болсақ болады, бірақ ол алып жіберсе не болады? Так, атым жақсы бергім келмей тұр, бірақ амал жоқ. Так, былай жүрсек есептейік, былай жүрсек ол алады, мен аламын. Сосын арғарай не болады? Арғарай еш нәрсе болмайды. Так, мынаны аламын дейді, мен аламын. Так, ойлану керек. Жарайды, F5 ойнаймыз, кеттік, бұзуды бастаймыз, алды. Аламын, амал жоқ, мен де алдым. Енді мен алдым, өйткені мынаны ашуға болмайды. Өйткені B6 ойнайтын болса жағдайымыз қиын болуы мүмкін. Сол себептен барынша біз дц алдық. Енді бізде преимущество двух слонов бар. Екі слонымыз бар, бірақ барлығы закрытый позицияда. Ол кері әсерін тигізуі мүмкін. Так, давайте слонды шығарайық. Мына жақтан ұзын диагоналға перевод жасаймыз. Слонды қосып қояйық.
Пока жақсы позициямыз, енді бір жаман деп айта алмаймын. Енді мына слонды ойнататын болсақ, мына жаққа қарай ферзді алып кетіп, так, бізге связка жасаймын дейді. Связка жасаймын дейді. Так, связка жасаймын дейді. Бізге қандай варианттар бар? Так, ферзді ерте алып кету керек мына жерден. Ферзді алып кетейік. Себебі мынаның астында тұрған ыңғайсыз, екіншіден F4 қачу будущем. Қазір емес, бірақ слонды алып келемін мына жерге. Мына шақты мен бергім ақ кеп тұр, бірақ пайда жоқ деп ойлаймын мына жаққа. Былайша болатын еді негізі. Негізі болатын еді, алу керек. Негізі шақпен былай қойсам, олар ладья B3 ойнайды, ладья B3 ойнайды. Так, бізге керек емес слонның мына жерде тұрған әзірге. Ол онсыз да ойнап жатыр. Так, бізге айырбас керек па, керек емес па, сол сұрақты. Сол сұрақты қарап көру керек болып тұр бізге. Ладьяны айырбастамаған тыйымды сияқты бұл жерде. Ладьяны айырбастамаған тыйымды ма, тыйымсыз ба? Так, көрейік. Қандай бізде басқа жоспар бар? Так, кстати, пешка бар екен бізде мына жақтан алып алатын болсақ, ол алады, мен аламын. Аламын, ona жерде алады, мен аламын. Сосын мен мынаған шабуыл жасаймын. Шахым бар. Ой. Аламыз, қорқатын түгі де жоқ. Барамыз сол вариантқа. Так. Себебі мен нан алам, ол нан алсам мен нан алам. Сосын мынандай шақ бар менде. Үлкен. Так, әзірге былай. Так, мынаны алу керек оған. Алмаса болмайды, потому что слон өте күшті менде. Так, оған бәрібір дейді маған. Так, онда смотрите. Так, слон мен алды. Давай бірінші шақ берсек. Қайда барады? Бізге мында барған тыйымды мынаны жеп ары қарай наны жеуге. Так, шақ бергенде оған бір ақ ход бар, наға жүру керек. Онда мен наны бер алам. Ол алады. Сосын аяқтан шақ. Ол слонды алады, болмайды. Так, қандай вариант бар басқа? Мынаны алам. Мынаны алады, мен наны алам. Так, еще бізде нан алуға болады. Мынаны алам, ол нан алады, мен нан алам. Сосын маған не істейді ол? Так. Сол вариантқа барамыз ба? Так, мынаны алам, мынаны алады, мен наны алам. Одан кейін наны қорғай алмайды ол. Любой ходқа наны алам. Шақ бар. Так, или наны алсам, қазір ол наны алады. Мен наны алам. Атына шабуыл жасаймын. Ол ферзь C4 ойнау мүмкін, бірақ ферзь C4 ойнау мүмкін. Жарайды, барайық енді осы вариантқа. Екі фигураға барайық, екі слонымыз мықты өте, белсенді. Енді қазір слонды ауыстырып алатын болсақ, енді ладьяны ойнайтын шығар, скорее всего, да, басқа ода вариант жоқ. Так, мынаны алсам қорықпай. Или мына жақта жүрсем болады. Мына жақта жүрсем, шақпен угроза, Или қазір шақ берсем, мұнда жүреді. Так, ойлану керек. Мынаны алсам, слонмен D4 ойнау мүмкін, E4 бар менде всегда. Мынаны алсам, ол ферзбен маған контрашау дей. Ала берейік, несіне қорқамыз, ала береміз. Бізде әрқашан E4 бар, слонмен шақ қазір өте қауіпті. Мына шақтан қалай құтылады? Оңай емес. Тек ферзь E1 ойнау мүмкін енді мына жерде. Что маған шақ бердірмеу үшін, бірақ ол оңай емес, осы ходты біз көргенбіз, білгенбіз. Принципе, мен наны алсам, ол наны алады, мен наны алам, ол наны алады, мен ферзге шығып кетем. Так, қайталайық, мынаны алам. Ол ферзбен алса, мен алам, ол алады, пешкін алдыға жүрем. Мен сол вариантты ойнағым кеп тұр да, слон екі пешкеге қарсы. Король жақындайды. Мен пешкі алдыға, и тоқтата алмайды екен. Ол да жеңіс, негізі мынаны алатын болсам да жеңіс, слонды бере салып. Наны алатын болсам, ладьямен ала алмайды, мен наны алып ферзге шығып кетемін аяқтан. Көріп тұрсыздар, слон өте керемет. Так, екінші варианты бар, E4 қана қарапайым E4 ойнай салуға болады, ешқандай проблема жоқ. Бірақ мынаны жүрсем енді отам, негізі, бірақ мен сіздерге қызық болсын деп осылай алғым кеп тұр. Мен осы вариантты есептедім, бардым. Енді мына пешкіні қазір ферзге шығарып кетемін. Міне көріп отырсыздар, үлгірмейді. Слон өте керемет белсенді. Мен осы вариантты сіздерге көрсетейін дедім. Ферзге шығамыз. Так, шығамыз. Енді бұл окончанияда точно жеңіске жететін боламыз. Слонды алдыға жақындатып алдық. Ең бастысы корольді активно ойнаймыз бұл жерде. Еш нәрсе ойлап табудың қажеті жоқ.
қарсыласы уже міне дегенде ұтылады. Так, алдыға. Ну, давайте c5 ойнап қояйық. Мына король жақындатып қояйық мына пешкеге. Бізге енді мына пешке кедергі жасайтын болады. Так. Давайте кете берейік. Давайте кете берейік. Ода ход жоқ. Мынаны жүрсе жей салам. Мынаны ешқашан жей алмайды. Мына ферзге кетеді. Барлығы байланып. Міне, осындай керемет ойын болды, достар. Түсінікті болды деп ойлаймын бұл жердегі ойымның барлығы. Мына жерде енді анализ жасайтын болсақ, көбісі түсінбей қалған адамдар болатын болса, мен просто бұл жерде қарапайым ұтыстың жолы бар еді. Негізі мына жерде жүрген кезде e4. Бұл вариантта негізі жеңіс, e4 ойнасам да ешқандай проблема жоқ. Егер мынаны алатын болса, қуана ферзді айырбастап аламыз, оны алмайтын болса жағдай өте қиын. Ары қарай мен ферзін мына жерге бір шақ беру мүмкін. Мен қаша салам, қарапайым мынаны алса бәрібір алдыға жүретін болса, менде онда мынандай шақ бар. Бұл жерде екі слонның доминациясы өте күшті, сондықтан ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Осындай практикалық сабақтарымыз көп болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.